Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сирасын оқуды бастаймыз, Құдай қаласа. Алла тағала соңына дейін жетуді нәсіп етсін. Оқитын кітабымыз Нурул Яқин деген кітабы. Мұхаммад әл-Худори деген кісі жазғаны. Мұхаммад әл-Худори ибн әл-Мархум әш-Шейх Афи әл-Бажури деген осы кісі жазған. Осының кітабын бастайтын боламыз, Құдай қаласа. Мұқаддиматул муаллиф деген жерден бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадука я ман аудахта лана субала әл-хидаяти дейді. Хидаяттың жолдарын бізге ашық етіп берген жаратқан ием, саған мадақ айтамыз дейді. Ва азахта ан басайна ғишауатал ғауаяти. Және көздерімізден, яғни жүрек көздерімізден адасудың пердесін алыстатқан, яғни ашып тастаған жаратқан иеміз Алла, саған мадақ айтамыз дейді. Ва нусали ва нусалиму аля ман арсалтаху шахидан ва мубашширан ва назира ва дағиян илаллахи биизнихи ва сираджан мунира ва нусали ва нусалиму аля ман арсалтаху шахидан дейді. Және куәлік етіп жіберген, сүйіншілеуші етіп жіберген, ескертуші етіп жіберген затқа салауат пен сәлемдер айтамыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам меңзеп отыр ғой. Және Аллаға оның рұқсатымен дейді, дағуат етуші етіп жіберген дейді. Және нұр шашушы, шырақ қылып жіберген сондай бір затқа салауат пен сәлемдер айтамыз дейді. Ва алал асхаби лази хаджарул аутана ябтағуна миналлахи әл-фадла ва ридуана. Және сахабаларға салауат сәлемдер айтамыз дейді. Қандай сахабалар? Аллази хаджарул аутана, ватандарын тастап хижрет еткен деп отырды. Нені қалап? Ябтағуна миналлахи әл-фадла ва ридуана. Алла тағаладан кеңшілікті, разылықты қалап ватандарын тастап хижрет еткен сахабаларға салауат сәлемдер айтамыз дейді. Және де уәл ансари лази ауау ва насару ва базалу ли иғзазиддин ма жамағу ва маддахару. Және аңсарларға салауат айтамыз дейді. Қандай аңсарлар? Аллази ауау, қоныс берген деп отыр да. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижрет еткен кезде Мединадан аңсарлар күтіп алады ғой. Сол өз үйлеріне қоныс береді. Сол қоныс өз үйлеріне қоныс берген дейді. Ва насару, және жәрдем еткен деп отыр. Ва базалу ли иғзазиддин ма жамағу ва маддахару дейді. Және дінді үстем ету үшін дейді, өзін жинаған нәрселерін, сақтаған нәрселерін сарып еткен аңсарларға деп отыр да. Базалу деген сол сарып ету деген ғой. Ли иғзазиддин деген сол діндерін үстем ету үшін, қадірлі ету үшін деген мағына ғой. Сол діндерін үстем ету үшін өздерін жинаған, өздерін сақтаған нәрселерін сарып еткен сол аңсарларға салауат сәлемдер болсын дейді. Амма бағду, енді осы айтқаннан кейін фаяқулу Мұхаммад әл-Худори ибн әл-Мархум әш-Шейх Афифи әл-Бажури айтады дейді. Мұхаммад әл-Худори кімнің баласы? Ибн әл-Мархум әш-Шейх Афи әл-Бажури деген кісінің баласы да. Осы кісі айтады: Кунту ажиду мин нафси мунзу ан-наш'атил ула иртияхан ли қираати таварихи салифин ва қисасил ғабирин дейді. Кунту ажиду мин нафси мунзу ан-наш'атил ула. Мунзу ан-наш'атил ула деген ес білгеннен бері деген ғой. Ес білгеннен бері салифин деген бұрынғылардың тарихтарын оқуды дейді. Өз бойымнан құштарлықты сезетін едім дейді. Иртияқ деген сол құштарлық. Ес білгеннен бері осы бұрынғылардың тарихтарын оқу үшін дейді, өз бойымнан құштарлықты сезетін едім дейді. Енді қатты оқуым келетін еді деген мағына ғой. Ва қисасул ғабирин, ғабирин десе өткен қауымдар айтады. Сол өткен қауымдардың қиссаларын оқуды қатты құштарлықпен сезетін едім деп отыр да. Иртияхан деген ажидудың мафул биhi болады. Және ва ажидуха ли ақли инсани ахсана мухаззибин ва ансаха муаллимин. Ва ажидуха деген дамир жаңа Тауарихқа қайтады.
Тавариха ас-салифин деген да. Және одан адамдардың ақылы үшін дейді, ең жақсы тәрбиешіні, ең жақсы мұғалімді көретін едім деп отыр да. Ажиду деген көретін де аударып берсек те болады. Сол бұрынғылардың тарихтарынан адамдардың ақылы үшін ең жақсы тәрбиешіні, ең жақсы мұғалімді көретін едім дейді. وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لاقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тарихында дейді, қауымнан оған жеткен зиян нәрселерді көретін едім деп отыр да. Оларды ақиқатқа шақырған кезде деп отыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өте үлкен сабырлығын көретін едім дейді. Азимы сабрихи деген уама дегенге атып болады да. Уама лақияху деген ма бар ғой, соған атып болады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам үлкен сабырлығын көретін дейді. Хатта хаджара аутанаху ва биладаху ағзама мураббин ли афкарил муслимин. Сөйтіп өз отанынан қаласын тастап хижрет етті деп отыр да. Мұсылмандардың сана үшін ең ұлы тәрбиеші екендігін көретін деп отыр да. فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه. يدل فاعل тариху набиина дегенге қайтады. Тарихқа қайтады. Пайғамбарымыз тарихы, ядуллухум деген дамир мұсылмандарға айтады, муслимин дегенде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тарихы мұсылмандарға үйрететін еді дейді. Нені? Алама яджу иттиба, оған еру міндет болған нәрселерді үйрететін еді дейді. Уама ялзаму истинабуху, және одан аулақ болуға тиіс болған нәрселерді үйрететін деп отыр да. Яғни нұсқайтын еді деп отыр сол нәрселерге. Не үшін десе, лиясуду камасада сабиқухум, олардан бұрын болғандар басшы болғандай, оларда басшы болулар үшін деді. Мынау Мухаммад әл-Худори деген шамамен осыдан 100 жыл алдын өмір сүрген да. Сөзді өзінің замандастарына, өзінен кейін мұсылмандарға айтып жатыр да. Сендерден бұрынғылар басшы болғандарың секілді, сендер де осы тарихты оқысаңдар басшы боласыңдар деп отыр ғой. Кезінде мұсылмандар қаншама басқарды ғой, мысалы үшін, қаншама жарты мемлекетті басқарды да, мысалы үшін, тарихта қарайтын болсақ. 4 халифа бар, басшы болған, біраз жерлерге. Одан кейін Осман империясы бар. Қаншама мұсылмандар біраз жерді басқарды. Сол өздерінің алдыңғылар басшы болғандай, олар да басшы болу үшін осы пайғамбарымыз саллаллаху тарихы соны үйретеді деп отыр да. Ва хусусан ма ятағаллақу бил хуккам мин истизабин нуфус ан-нафирати. Әсіресе басшыларға қатысты болған қашқақтаған көңілдерін өзіне тартуды үйретеді деп отыр да. Хуккам деген бұл жерде басшылар ғой. Мин ма ятағаллақу деген маға баян болады да. Солай аударасыздар да. Қашқақтаған көңілдерін өзіне тартуды үйретеді деп отыр. Қашқақтаған көңіл деген яғни су жүрек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір баянын оқып, ислам тарихын оқып, соған амал ететін адамдар жау жүрек болады да, олар еш нәрседен қорықпайды. Өлсек шахид боламыз дейді, олар еш нәрседен қорықпайды. Сондықтан сол тарихты оқыған адамдар су жүрек емес, жау жүрек болады деп отыр да. Әртүрлі көзқарастағы жүректердің арасын жарастыруды үйретеді деп отыр да. Рижал дегендегі мақсат бұл жерде жауынгерлерді меңзеп тұр. Және де әскер басшыларға қатысты болған дейді. Қуат деген әскердің басшылары айтады. Әскер басшыларына қатысты жауынгерлердің бірлігін қалыптастыруды үйретеді деп отыр да. Және әскери дайындықты мықтылауды үйретеді деп отыр. Әскери дайындықты мықтылауды үйретеді деді. Не үшін? Хата ятима лахум ан-насру аля аъдаихим. Олар дұшпандарына қарсы жеңіс оларға толық болу үшін дейді. Яғни жеңіске жету үшін деп отыр да. Және де уама ятағаллақу бил аммати мин иттихади қулубихим. Және қарапайым халыққа қатысты болған нәрселер дейді. Қарапайым халыққа қатысты болған олардың жүректерін бір болуын үйретеді деп отыр да.
وَسَيْرُورَتِهِمْ يَدًا عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ және өзгелерге қарсы бұржыдырықта болуды үйретеді деп отыр да ислам тарихы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір баяндары. فَكُنْتُ أَجِدُ مِنْ قِرَاءَتِهَا ارْتِياحًا عَظِيمًا дейді. Фә деген өшірі сәбәби болып тұр да. Сол себепті мен осы тарихты оқудан дейді үлкен бір рахатты сезетін едім дейді. Рахаттанамын дейді. وَكَانَتْ نَفْسِي كَثِيرٌ مَا تَأْسَفُ عَلَى تَرْكِ الْمُسْلِمِينَ لَهَا деген тарихқа айтады. Мұсылмандардың тарихты тәрк етіп тастап қойғандығына дейді менің нәпсім дейді қатты қынжылатын еді деп отыр да. فَقَالَّمَا أَجِدُ مَنْ يَشْتَغِلُ بِهَا деген осы тарихпен шұғылданатындарды өте сирек табатын едім деп отыр да. Өте сирек көретін едім дейді. وَلَكِنِّي كُنْتُ أُقَدِّمُ لَهُمْ الْعُذْرَ بِتَطْوِيلِ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي هَذَا الْمَوْضُعِ бірақ мен олар үшін үзір айтамын дейді. Не себепті? بِتَطْوِيلِ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي هَذَا الْمَوْضُعِ осы тақырыпқа қатысты жазылған кітаптардың ұзын болу ұзақ, яғни үлкен болғандығы себепті деп отыр да. Том болғандығы себепті деп отыр, ұзын. Битатуил деген би сәбәби болады да, себепті деп аударамыз. فَلَمَّا قَدِمْتُ مَدِينَةَ الْمَنْصُورَةِ جَمَعَتْنِي النَّوَادِي مَعَ مَحْمُودِ بِكْ سَالِمْ الْقَاضِي فِي مُحْكَمَةِ الْمَنْصُورَةِ الْمُخْتَلِطَةِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ Мансура деген қалаға келген кезде дейді. Науади деген мәжілістер айтады, мәжіліс. Сол мәжілістер мені жинады дейді. Маған Махмуд Бик деген кісімен бірге жинады дейді. Яғни сонымен кездестірді деп отыр ғой. Мәжілістерге сөйтіп жүрген кезде сол Махмуд Бик деген кісімен кездесіп қалғанда. Махмуд Бик Салим әл-Қади деген кісі. Аралас Мансураның сотының қазысы болған Махмуд Бик Салиммен кездестім деп отыр ғой. Сөйтіп фаваджатту минху айлман бидинихи тақифу дунаху фухулу арриджал дейді. Сөйтіп оның ілімін сондай бір дінне деген ілімін көрдім дейді. Оның сондай қандай? Тақифу дунаху фухулу арриджал дейді. Фухулу арриджал деген әйгілі, ең мықты кісілер деген ғой, әйгілі ғалымдар дейді. Соның іліміне барып тоқтайтын деп отыр. Тақифу деген айлманның сипаты болады. Сонда әйгілі сондай мықты кісілер одан басқа дейді. Соның іліміне барып тоқтайтын деп отыр да. Яғни сондай мықты кісі деп сипаттап тұр ғой. وَتَتَأَخَّرُ عَنْ مُسَابَقَتِهِ فِيهِ الْأَبْطَالِ فِيهِ деген сол мәселеде мұсабақатихи дегенде дамир сол Махмуд Бикке айтады да. Абтол деген мықтылар деген ғой. Мықтылардың өзі дейді. Бұл ілімде, оның ілімінде жарысудан кешігіп қалатын еді дейді. Яғни жете алмайтын еді деген мағына ғой. Онымен жарысудан кешігіп қалатын еді. Яғни мықтылардың өзі ол ілімде оған жете алмайтын еді деп отыр да Махмуд Бикке ше. فَقَلَّمَا تُوضَعُ مَسْأَلَةٌ دِينِيَّةٌ إِلَّا وَجَدْتَهُ مُبَارِزًا فِيهَا дейді. Қандай да бір діни мәселе қозғалған кезде дейді, ортаға тасталған кезде тек қана оны ерекше көзге түскен күйде көресің деп отыр да сол мәселеде. Муфсихан анил жауаби анха деген сол мәселеге айтады да. Сол мәселе жайлы оның жауабын анық болған күйінде көресің деп отыр да. Мықты деп сипаттап отыр ғой. Амма илмуху илму Махмуд Бик та. Сол Махмуд Биктің іліміне келсек дейді. Бисирати Расулил Акрам саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сирасына қатысты оның іліміне келсек дейді. Фаиндаху минха ал-хабрул яқид. Ода дейді. Алла елшісінің сирасы жайында дейді. Сондай яқин хабарлары бар еді деп отыр да. وكنت كثير ما أسمعه يتشوف لعمل سيرة خالية من الحشو والتعديد أو والتعقيب يعني көп естетін едім дейді оның. Осы сираның жазуда қатты қалайтын одан көп естетін деп отыр да. Қандай сира? Холиятын минал хашви, артық сөзден, күрделі нәрселерден бос болған, сираның жазуға
қатты қалайтынын көп естетін едім деп отыр. Тантафиу биха амматул муслимин, сол сирадан жалпы мұсылмандар пайда алатын деп отыр да. Фақулту я Алла, сөйтіп жаңа кісі Мұхаммад әл-Худури я Алла деп айтады да. Я Алла деген таң қалған кезде айтылатын сөз ғой. Я Алла, лақад уафақа хаза сайдул кариму ма фи нафси дейді. Мынау кісі дейді, мен көкейімдегі ойды дәл айтты деп отыр да. Яғни мына кісінің сөзі мен көкейімдегі нәрсеге сай келді деп отыр ғой. Ол кісі де Мұхаммад әл-Худури, ол да сираны жазуды қалап жүрген еді ғой. Яғни екеуміздің сөзіміз бір келді деп отыр да. Қай жерге келді? Валякинни кунту аро фи азимати қасуран ан танфизи рағбатихи дейді. Бірақ мен азиматидің күш-жігерімнің дейді қасуран жеткіліксіз екендігін сезетінмін деп отыр да. Неден? Ан танфизи рағбатихи, оның тілегін орындаудан мен күш-жігерімнің жеткіліксіз екендігін сезетін едім дейді. Ва татмими умниятихи дейді. Оның арманын толық жүзеге асыруға күш-жігерімнің жеткіліксіз екендігін сезетін едім деп отыр да. Ва татмими деген танфизиге атып болады. Сөйтіп аударасыздар. Файнал мақамы азимун, мақам деген іс қой. Өйткені іс дейді, ол үлкен деп отыр да. Суғубатуху ағзаму, ал оның қиындықтары дейді, одан да қиын деп отыр да, одан да үлкен дейді. Валакин лам аро минал амри буддан тилқаа ма кунту асмауху мин кибари риджалил мансурати. Бірақ дейді, кибари риджал деген беделді азаматтар ғой, енді үлкен кісілер деген. Мансура қаласының беделді азаматтарынан еститін нәрселеріме байланысты дейді, бұл істен бас тартуға болмайтынын түсінемін деп отыр. فإنهم أكثر من الأماني لعمل هذا الكتاب العميم النفع. Өйткені олар пайдасы мол осы кітапты жазуға, лиамал деген жазу деп аудара береміз. Осы кітапты жазуға қалауын көп айтатын еді дейді. Яғни аксару минал амани деген қалауын көп айтатын еді деген, яғни қатты қалайтын еді деген ғой. Пайдасы мол осы кітапты жазуда қатты қалайтын еді дейді. Әл-жазилил файдати, және пайдасы өте зор болатынын айтатын еді деп отыр да. Пайдасы өте зор болатынын көп айтатын еді деп отыр. Фақумту муътамидан алаллах, сөйтіп Аллаға тәуекел етіп тұрдым дейді. Роджиян минху миналлахи тағала да. Алла тағаладан үміт етіп дейді. Нені? Ан юаффиқани лима фихи ридаху. Сол нәрседе Алланың разылығы бар іске маған Алладан тауфиқ беруін үміт етіп деп отыр да. Ва васалту ас-сайра бис-сура дейді. Сайра деп күндіз жүруді айтады. Сура деп түнде жүруді айтады да. Күндіз жүруді түнде жүрумен қостым деп отыр да. Яғни күндіз түнде тоқтамай жаздым деген мағына ғой. Хатта балағтул муна, сөйтіп мақсатыма жеттім дейді. Фажа бихамдиллахи сахлал манал, сөйтіп Аллаға мадақ айтуымен, емес Алланың қалауымен кітап сол қолжетімді жеңіл болып келді деп отыр да, шықты деп отыр. Азбал мауриди, және мазмұны тартымды болды деп отыр. Тантафиғу бихи ал-аммат, онымен жалпы халық пайда алатындай сондай болып шықты деп отыр. Ва таржиғу илайхи ал-хасату, және де хас деп білім иелері оған қайтатындай болып сондай мазмұны тартымды, қолжетімді жеңіл болып шықты деп отыр. Ва қад кана мауриди фи та'лифихи ал-Құрану шариф. Ва қад кана мауриди, сүйінген көзім дейді. Фи та'лифихи, осы кітапты жазуда сүйінген көзім дейді. Ол ал-Құрану шариф болды деп отыр да. Ва сахиху суннати мимма раваху имамани ал-Бухари вал-Муслим дейді. Яғни сахих сүннеттер дейді. Сахих хадистер дейді. Екі имам жеткізген, имам Бухари мен Муслим жеткізген. Сахих хадистер болды дейді. Валам ахруж анхума,
إلى فيما لا بد من تفهيم العبارات. Осы екі сахих Муслим мен сахих Бухаридан шықпадым деп жатыр да. Мен басқаға жүгінбедім деді. Осы екі кітаптан басқаға жүгінбедім дейді. Тек қана кейбір сөздерді түсіндіру қажет болған кезде ғана басқа кітаптарға сүйенемін деп жатыр да. Факана юсағидуни аш-шифа, сөйтіп маған шифа деген кітап көмектесті дейді. Шифа деген кітаптан мағлұматтар алғанда, ол да сира кітап қой, иә. Кімге тиесілі ол? Лил-Қади Ғият деген кісіге тиесілі да. Уассирутул халабия, және осы кітапта маған көмектесті дейді. Уал-Мауахибу ал-Ладунния, осы екі кітапта көмектесті дейді. Ил-Қусталани деген кісіге тиесілі екен бұл екі кітап. Уа Ихяу улумиддин лил-Ғазали, имам Ғазалидің Ихяу улумиддин кітабы да маған көмектесті деп жатыр. Хаза, енді осы айтқандарымнан кейін дейді. Ва асалуллаха мин файди фадлихи, Алла тағаланың мол кеңшілігінен сұраймын дейді. Алла тағаланың өзінің мол кеңшілігінен сұраймын дейді. Нені? Ан юаффиқа аимматана ва умараана, біздің имамдарымызды, басшыларымызды сайет қойын дейді. Неге сай? Ил-иқтидаи бисайдина ва маулана Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, біздің маулямыз, мырзамыз Алланың елшісіне ілесуіне сайет қойын Алладан сұраймыз дейді. Ва ихяи мағалими динихи, және діннің белгілерін жандандыруға, ислам дінінің белгілерін тірілтуге сайет қойын сұраймыз деп отыр да. Хатта юайяду бирухин мин индиллахи, сөйтіп Алланың құзырынан келген рухани жәрдеммен қуатталсын деп, қуатталғанша сұраймыз деп отыр ғой. وقد أن نشرع فيما قصدناه مستعينين بحول الله فنقول. Енді уақыт келді дейді, мақсат еткен нәрсеге кірісетін уақыт келді дейді. Алланың құдіретімен жәрдеміне сүйене отырып, осы мақсат еткен нәрсеге кірісетін уақыт келді дейді. Фанақулу, сөйтіп былай деп айтамыз. Ан-насабу шарифу деп келесі сабақтан бастаймыз да. Алла, негізі ең қиын осы мұқаддима аудару негізі. Осын асықпай аударып алсаңыздар жақсы.